Қазақ тілі 2 сынып 53 сабақ. Сабақтың тақырыбы лепті сөйлем. Бүгінгі сабақта білетінің: мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтайсың. Мұғалім көмегімен жеке сурет, сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жазасың. Сәлем балақай, көңіл күйің қалай? Барлығыңызға сәттілік. Сиқырлы сөйлемдер ойын ойнап жіберсек, қалай қарайсыңдар? Бірнеше сөйлемдер берілген. Сол сөйлемдерді алып, түрлеріне қарай жұпқа бөлеміз. Анам дүкенге барды. Қазір қай мезгіл? Бүгін күн қандай тамаша? Бізге бүгін 5 сабақ. Сен нешінші сыныпта оқисың? Алақай, атам келді. Өзіңді тексер. Хабарлы сөйлем: анам дүкенге барды. Бізге бүгін 5 сабақ. Сұраулы сөйлем: сен нешінші сыныпта оқисың? Қазір қай мезгіл? Лепті сөйлем: алақай, атам келді. 11-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Дүние деген не деп сұрады кішкентай шабақ. Дүние дегеніміз телегей теңіз, су, деді үлкен балық. Дүние деген не, деді ақ аюдың қонжығы. Оның енесі дүние деп біраз ойланды да, ол мұзды таулар, мұз алаңы, оның астындағы су, деді. Дүние деген не деп сұрады кішкентай бота. Дүние деген көп құм, аздаған саз және аздаған шөп, тәтті тікен деп жауап берді түйе. Алақай, дүние дегеннің не екенін енді білдім. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Мәтін не туралы? Мәтін әрине дүние туралы. Мәтінге ат қой. Мәтінге дүние дегеніміз не деп ат қоюға болады? Мәтін кейіпкерлерінің тіршілік ететін ортасын анықта, содан өзің қорытынды жасап көр. 2-ші жаттығуға назар аударайық. Суретті пайдаланып әңгімеле. Аспан көкте жұлдыздар, жерде біздің ұл қыздар. Су тірліктің өзегі, ақса болар өзені. Ғарыш деген алыс бекен, ол да бізге таныс мекен. Орман табиғат дәулеті, аң мен құс әулеті. Жел соқса гуілдеп, кетер маңай дүрілдеп. Ауа өмір нәріміз, тыныстайтын бәріміз. Тапсырмасы: суреттің астындағы сөйлемдерді оқы, сонан соң суреттерге қарап лепті сөйлемдер жасап көр. Өзіңді тексер. Жұлдыздар қандай керемет, су қандай мөлдір, ғарыш қандай керемет. Ормандағы құстардың даусы әсем, жел күшті, ауа қандай таза. 14-ші жаттығу. Суретке қарап, әр сурет жылдың қай мезгілі екенін айт. Өз ойыңды дәлелде. Тапсырмасы: қалаған жыл мезгілінің суреті бойынша әңгіме құрастырып көр. Бағдаршам әдісі бойынша өзін бағала. Қызыл түс ештеңе түсінбедім, сары түс жартылай түсіндім, жасыл түс түсіндім. Қалаған түсініңді бояп, мұғаліміңе жібере ғой.